Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан фисташка пастасынан жасалатын бәліштің құрамымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнды саламыз және оның үстіне аздап шым тұз және де қант ұнтағын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тоңазытқыштан шығарылған суық майды жаңағы ұнға салып, ұннан ұнтақ дайындайтын боламыз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің ұнтақтарымыз дәл осындай болу керек. Енді ұннан жасалған ұнтақтың үстіне бір үлкен жұмыртқаны немесе кішкентай жұмыртқа болса, 2 кішкентай жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайындап алған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 5-10 минутқа қойып қоямыз. Келесі бәліштің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 20-30% қаймақ керек. Қаймақты бір ыдысқа саламыз, оның үстіне қоюлатылған сүтті құямыз және де 2 дана жұмыртқаны саламыз. 3 қасық фисташка пастасын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, ең соңында бір ас қасық ұнды салып, тағы да біркелкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Енді бәліштің формасын дайындаймыз. Ол үшін пергамент қағазын төсейміз және де форманың жан-жағын майлап алу керек. Одан кейін жаңағы алдын ала дайындап алған қамырды формаға салып, жан-жағына біркелкі етіп жаятын боламыз. Қамырды формаға салып алған соң, шанышқымен осылай шаншып шығатын боламыз. Енді формаға жаңағы дайындап алған салманы саламыз, барлығын құямыз. Бәліш толығымен салмасы біркелкі болып пісу үшін, яғни біз формамен ақырындап осылай үстелге қағатын боламыз. Және де салманың бетін кондитерлік шпажкамен біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Бәлішті 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бәлішіміз толығымен пісті. Енді қазір формасынан босатып, 30 минутқа суығанша қойып қоятын боламыз. Енді суыған бәлішті осындай креммен безендіретін боламыз. Яғни бұл крем бізде творожный сыр және де сливкидан жасалған қазіргі таңда белгілі кремдердің бірі. Бұл кремді қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да болады. Міне достар, біздің бәлішіміз толығымен дайын болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біркелкі болып піскен және де өте керемет. Көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі начинкасы да біркелкі болып піскен. Енді өте сондай жұмсақ, дәмі де ерекше болып шыққан, қазіргі таңда хит болып жатқан фисташка пастасынан жасалатын бәлішті дайындап көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта басқа да
рецепттермен бөлісетін боламын.